Алмас Атамбаевтың жаңағы сөздеріне тереге батса, анда Алмас менен шықпайбы телевидениеге? Шықпайбы? Айым үшін анын кендігі шеріктештік мемлекеттер қол қойған еларалық келісімді бір адамдың қаласа жойып тастайды екен. Ал қол қойған Қырғыз қазақ шекарасы ашық болады деп, азыр барсаңыздағы мына жүздеген машиналар мына 2 жұмадан бері тұрады. Бұл өзі Нұрсұлтан Назарбаев кейбіреулер айтады дегендей мындай анан ақылды, мен ақылынан айнып баратқан оқшайды деймін да. Болса дағы ақылы кеміп баратса керек, себебі дегенде ал ойлаш керек еле. Bir жағынан Қырғыз деген біз бордош халқыбыз, бізді ечен жолы сақтап қалған. Бір-бірімізге ушундай қиын учурда жардам беришибиз керек. Екіншісі, мейлі жаңағындай сөз дұқсын Атамбаевтан. Анан айтып отпаймын, аны менен жеке шықпайбы телевидениеге. Мен ойымша ал қорқот, рухы жетпейді. Алмас айтқандай. Алмас беткече барды. Лап деп бүт барын айтып ұстамақта. Мына ошоны емгече айтасы бол жүреді. Жол болса жаңағы 89 жылы жаңағы желтоқсанды емгече бұлар ашық айта албай жатады. Анадағы Атамбаев айтып отпай. Ошондуктан мен ойымша улус сөзді бағлаған елібіз. Ошонун тұқымдары біз. Мен ошол 100% Кыргыздын бар ошондой деп айта албайм. Бирок жана айтпадым, 60-70%-тын ичинде ким болбосун, Нурсултаны болобу, же болбосо батыштын эң биринчи башчылары болобу, бетке айта турган улуу салтыбызды сактап келаткан экенбиз да.